Сәлеметсіздер ме, қымбатты телекөрермендер, ардақты ағайындар. Кезектегі қазақ тіліндегі дидар хабарымыз тағы да эфирде. Шаттығы шалқыған шаңырағыңызға құт береке тілеп, бүгінгі хабарымызды бастағалы тұрмыз. Ташкент қаласындағы халықаралық бизнес орталығында Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына арналған дөңгелек үстел сұхбат өтті. Шараға Өзбекстан Республикасының жетекші мемлекет және саясат қайраткерлері, танымал ғалымдар, саясаткерлер мен сарапшылар, қоғам қайраткерлері, Ташкенттегі шетелдік дипломатиялық корпустарының өкілдері қатысты. Шараны Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы төтенше және өкілетті елшісі Ерік Өтембаев ашты. Ол өз сөзінде Астананың басты құрылу кезеңдеріне, заманалық жайы мен елорданың даму болашағына тоқталды. Бүгін бізге үлкен мейрам, біз Астана 20 жылын тойлап жатырмыз. Бүгінгі осы орталық дөңгелек столында біз екі елдің қарым-қатынасын және Астананың жасап жатқан тіршілігін талқыладық. Ең үлкен жетістік ол елбасының жетістігі. Нұрсұлтан Әбішевич 20 жылда керемет Астана қаласын құрып, осы Қазақстанға үлкен экономика саласында, инвестиционный саласында, білім саласында, әр салада өз үлкен жасап жатқан тіршілігі. Осы бүгінгі шараларға көп ғалымдар қатысып жатыр, көп елшілер қатысып жатыр. Осы өзбек тарапынан көп жақсы ойлар айтылып жатыр. Себебі елбасының жасаған тіршілігі ол үлкен тіршілік, себебі ол басқа елдерге де бір үлгі болып тұр. Осы Астана 26 жылында жасап жатқан үлкен шараларға өзбек тарапынан көп жақсы ойлар айтылды. Осы жақсы тілекке бәрі тілектес болып жатыр. Қазақстан Республикасы президентінің 1998 жылы 6 майдағы жарлығымен Ақмола қаласы Астана деп аталды. 10 июнь күні жаңа елорданың халықаралық тұсаукесері өтті. Қазақстан Республикасы парламентінің ресми шешімі ескеріліп, елдің басшылығы 2006 жылы 6 июльде бүкіл Қазақстанды мереке Қазақстан Республикасы елордасы күні деп жариялау туралы шешім қабылдады. Сөйтіп сол күннен бастап Астана күні тойланып келеді. Мне посчастливилось в составе делегации побывать в прошлом году, впервые побывать в декабре прошлого года в городе Астане. И удивило в первую очередь теплота и гостеприимство этого города. Какой-то шарм придает этому городу особую значимость. Мы побывали во многих достопримечательностях этого красивого города, который находится на берегу реки Ишим. И могу сказать, что вот эти возведенные в годы независимости Казахстана, возведенные вот эти великолепные здания, великолепные архитектурные конструкции поражает просто воображение. Это Байтерек, это очень красивые здания парламентов Республики Казахстан, это другие достопримечательности, это аллея, та, которая придает какую-то определенную специфическую особенность этому городу. Город находит, как бы сказать, свое лицо, скажем так. И в этом отношении могу сказать, что действительно этот город возведен, честно говоря, могу сказать, очень таким волевым решением. Почему? Потому что на этой местности построить такой великолепный город за последние несколько лет, который уже по числу населения стал миллионным городом, просто удивляет. И мы очень рады нашему братскому казахскому народу, который построил во время своей независимости такой великолепный город. Я бы сказал, что этот город является как бы символом независимого Казахстана, как бы сейчас говорят, модным брендом
Республики Казахстан. Пользуясь случаем, хотел поздравить с таким знаменательным праздником, днем города Астаны, столицы Республики Казахстан, 20-летием, это совершеннолетие, которое и пожелать этому городу и казахскому в целом народу процветания и благополучия. Астана қаласы күн сайын өсуде. Мұнда қазақстандықтар мен қатар шетелдік дипломаттар жасайды. Қаланың аумағы бұрынғысынан өсті. 722 шаршы километрді алып жатыр. Тұрғындардың саны 1 миллионнан асты. Астана қаласының 20 жылдығын атағалы отырмыз. Өзбекстанда жасап жатқан миллионнан астам қазақ ұлтты шын көңілден осы қаланың 20 жылдығымен құттықтай отырып, осындай достығымыз мәңгі болуын қалап отырмыз. Осы жастардың тәрбиесінде өз үлесімізді қостық. Екі елдің ынтымағы үшін жұмыс істеп шаралар өткізіп келеміз. Белдің өзінде 1000-ға жуық ұлт толастардың жастары оқуға кіргенінен өте қуанышты болып отырмыз. Мынау достығымыз арта берсін, осындай мейрамдарымыз көп бола берсін. Бірақ бұл 20 жылдың ішінде қылынған жұмыс әркімнің қолынан келмейді. Өзіміз Астанада бірнеше мәрте болып, оның көзімізбен көріп, бәрін көріп отырмыз. Мұндай қала Орта Азияда ең біріншілер қатарында деп ойлаймын. Қазақстан, Өзбекстан достығы нығая берсін, осындай тойларымыз көп бола берсін. Бүгінде Астана дүниежүзілік саясат орталығы бола алады. Әлемдік деңгейдегі халықаралық форумдар, конгресстер жиі өткізіледі. Атап айтқанда, таяуда ғана өткен жылы Экспо 2017 халықаралық көрмесі Астананың дамуы мен өсуіне күшті түрткі берді. Осылармен қатар Астана қаласы Қазақстан Республикасының бейбітшіл сыртқы саясатын жүзеге асыратын қалаға айналды. Астана шаарынын 20 жылдығы жалпы қазақ халқының ғана емес, бәлкім Борбор Азия халықтарының майрамы болып саналады. 20 жылды ішінде бір үлкен шаарды түптеп, аны борборға айландыру, бұл дүйнөдө чанда болодуган окуя. Бұл әркімнің қолынан келбейді. Мында қазақ халқының жол басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өз ойын ішке ашырып, артында халқы көп ұлтты елі тұрғандығы оларға көмек болды. Бүгін күнде Астана зор экономикалық, сауда, маданият борборына айланды. Дүйнөлүк деңгээлдеги жолугушуулар, дүйнөлүк деңгээлдеги проблемалар ушул жерде чечилүүдө. Астана шаарынын ийгиликтери башка шаарларга, башка мамлекеттерге да өрнөк болот деп эсептейм. Шарада Өзбекстан Республикасының белсенді азаматтарымен бірге өзбекстандық жазушылар мен өнер адамдары, ғылыми ортаның өкілдері сөз сөйледі. Дөңгелек үстелдің соңы өзбекстандық өнерпаздардың концертіне жалғасты. Низами атындағы педагогика университетінің студенттері Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына арналған өлең жырлардан шашу шашты. Астананың 20 жылдығына келіп отырғанымызға біз өте қуаныштымыз. Өзімнің болашақ ансамбліммен бірге келдім. Осындағы қазақтарды, барлық елде жасайтын қазақтарды Астананың 20 жылдығымен құттықтаймын. Халықаралық байқауда былтыр біз 2-ші орынды алдық. Экспода Астана қаласында. Биыл Алматыға барып, Арслан Батыров деген шәкіртіммен бірге барып, 1-ші орынды алдық. Жүлделі орынды Нұрғиса Тілендиевтің Алқисса күйімен.
мен өзімнің балдарыммен әрқашанда осы Өзбекстандағы қазақ мәдениетінің өткізіп жатқан іс-шараларына қатысып жүргеніме өте қуаныштымын. Мен әрдайым дайынмын балдарыммен. Бұдан да ары қарай да өзімнің осы қазақ домбырасыны өрбітуге, қазақ домбырасыны тағы да өркендеуіне өзімнің үлесімді қосып жүруге дайынмын. Мемлекетіміздің бүгінгі таңдағы әлемдегі көптеген өркениетті елдермен үзеңгілесіп, дүниежүзілік қауымдастық белсенді мүшесіне айналып отыр. Соңғы жылдары Өзбекстан мен Қазақстан ортасындағы байланыстар қарқындап дамып келеді. Қазақстанда 2018 жыл Өзбекстан жылы деп жариялады. Содан бері осы Қазақстан мемлекетінде көптеген шаралар өткізіліп келді. Соңғы жылдарда Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы журналистика және бұқаралық коммуникациялар байланысы жолға қойылды. Яғни Өзбекстандағы қалам тербетіп жүрген журналистер Қазақстан Республикасындағы тілшілермен тығыз байланыс жасап, тәжірибе алмасып келеді. Bu yil ommaviy axborot vositalari bayrami munosabati bilan O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining jamoasi Qozog'iston Respublikasi prezidenti tomonidan qo'llablandi. Qozog'istondagi O'zbekiston yilini faol va keng yoritganligi uchun va ikki tomonlama munosabatlarni keng yoritganligi uchun minnatdorchilik bildirildi. Bu ikki tomonlama munosabatlarning keng rivojlanishidan dalolatdir va O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasiga ko'rsatilgan yuksak baho deb bilamiz. Еуразия материгінің кіндігіне орналасуы Астананы шын мәніндегі экономикалық тұрғыдан қолайлы транспорт, коммуникация және логистикалық орталыққа айналдырды. Мұнда елдің ғана емес, бүкіл аймақ үшін шешім қабылдайтын негізгі орталықтар мен қаржы құрылымдары шоғырланған. Астана 20 жылдың ішінде қандай көркейгенін барлықтарымыз білеміз. Бұдан да Астана көркейе берсін. Бұның бәрі екі ел президенттерінің достығының арқасында. Астананың Қазақстанның дамыған заманалық ел ордасының айналуына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлі күшті екен дөңгелек үстелге жиналғандар тілге тиек етті. Сонымен қатар әлемдік саясатта және халықаралық деңгейде ел орданың бейнесін сақтап қалуда үлкен жұмыстар атқарылуда. Қазақстан елбасының бастамасымен құрылған қала бүкіл халықтық статус алып, қазақ елінің егемендігі мен табысының рәмсіне айналды. Осымен бүгінгі дидар хабарымыз өз мәресіне жетіп отыр. Хабарымыз соңында әрбір шаңыраққа тыныштық, татулық тілейміз. Әрқашан еліміз аман, халқымыз тыныш, егеменді еліміздің мерейі үстем болсын. Сау тұрыңыздар, 5-тегі баладан 4-дегі қарияға дейін бақытты шағында болыңыздар.